Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен керемет Bonnefi пай пирогын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап тамашалап, ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге бөлме температурасында тұрған сары май қажет. Сары майдың үстіне қантты салып, жақсылап араластырамын. Енді жұмыртқаның 2 сарыуызын салып, үстіне тұзды салып, осының барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаның үстіне енді құрғақ заттарымызды електен өткізіп салатын боламыз. Осының барлығын жақсылап араластырып, өте жұмсақ қамыр илейтін боламын. Біздің қамырымыз осындай өте жұмсақ болып шығады. Енді осы дайын болған қамырымызды формаға салатын боламыз. Қаласаңыздар бір жарты сағатқа тоңазытқышқа салып алуға болады. Осылай формаға салып, оның бетін шанышқымен тесіп шығып, қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің тестамыз осылай пісіп шығады, оны суытамыз. Енді ішіне салмасын салатын боламыз. Ол үшін бізге қойытылған сүт, яғни варенка және банан керек болады. Осы қойытылған сүтті піскен тестаның үстіне толығымен салып, жайып шығамыз. Осылай жайып шыққаннан кейін енді үстіне біз бананды салатын боламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін клейкеге қантты салып, оны жақсылап араластырып, осындай крем болғанша дайындап аламыз. Дайын болған кремді кондитерлік қапқа салып аламыз. Қаласаңыздар, неше түрлі насатканы қолдансаңыздар болады. Мен жай ғана осындай шариктер жасап шықтым. Енді қалауыңызша бетін әсемдеп қойсаңыздар болады. Міне достар, біздің керемет Bonnefi пай пирогымыз дайын болды. Жасалуында қиындығы жоқ, өте дәмді, керемет болып шығатын бұл пирогты сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.